Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге шоколадты шұжық дайындайтын боламыз. Печеньемізді блендердан үгітіп аламыз. Барлық қосатын қоспаларды описанияға жазып қалдыратын боламын. Печеньеміз қатты ұнтақталып кетпеуі қажет. Дәл осы видеодағыдай барлығын блендердан өткізіп аламыз. Грек жаңғағын блендердан өткіземіз. Грек жаңғағын қосу маңызды емес, ол өздеріңіздің қалауларыңызбен жасасаңыздар болады. Қызып тұрған табамызға май, сүт, қант, какаомызды қосып, майымыз ерігенше отта ұстайтын боламыз. Майымыз толық ерігеннен кейін ұнтағымызды араластырып, үстіне құямыз. Бір қалыпқа келгенше араластыратын боламыз. Арнайы пищевой пленкамызға салып, шұжықтың формасына келгенше бір қалыпты етіп орайтын боламыз. Араларындағы ауаларын шығарып, қысып, бір қалыпты болғаннан кейін жан-жағын байлап, холодильникке кемі 1-2 сағат тұруы қажет. Достар, менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Шұжықты дәл осылай әдемілеп кесіп дастарханға ұсынамыз. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Шұжықтың дәмі өте керемет, жасап көріңіздер.